Бәріне сәлемсіздермен бірге және достармен бүгіннен бастап ауыл атты өмірі атты летсплей бастайтын боламын. Ендеше арнаға тіркеліп лайк басып комментарий жазып жіберуді ұмытпаңыздар. Біз кеттім. Айбай ұйықтап қаптым ғой. Жоқ қыламана деме десе. Че там не істеп жатыр? Ё-моё. Мына жақтан бір нәрсе істеу керек қой енді. Мә көрші деревняға барып жұмыс істеп ақша табу керек, әйтпесе бізде мүлдем ақша қалған жоқ. Бізге изумрудтар керек, басқа да күшті заттар керек. Ё-моё, изумрудқа мынандай бір бөлмелі емес, қой әдемі үйлер сатып алу керек еді бізге. Туф, не істейміз, короче. Жарайды, ана жаққа барып көрейін мен. Ана жақта бір нәрсе бар ма екен? Мына көрші ауыл, ё-моё. Өзі келмейді көрші ауыл, жарайды, ол түк етпес. Енді не істейміз, короче, еще мына жақта не бар? Мына аяқта не бар? Пшеница, семеня пшеницаларды алып алу керек бізге. Мыналардың пшеницаларды алып алдым, болды, короче, дайын бәрі достар. Енді мен мына аяқтарды егіп, мына пшеницаларды не істеп тастауым керекпін, короче, міне, короче, осылай күшті үйлер жасап қойдым. Мына жақта сондай деревнялардың төбесінен көруге болады. Мына деревня әрең бітіп жатыр, короче, ше. Мына жақта бір заттар жасау керек еді. Деревня істеп жатыр, мына жақта жарайды, деревняға нормально барып тамақ ішіп алу керек бізге. Тоқтай тұр, тамақ. Че там не болып жатыр, жетедер. Білесің ба, хабар естілді. Не болып жатыр? Мына кактуста ана досымды, мені өлтіріп кете ұстады ғой. Кеш мықты болып барасың ба? Кактус болды, ё-моё. Не болды, айта бәріңді. Қазір тамақ ішіп алайын, қарным ашып кетті. Не болды? Сенің үйіңді өртейтін болыпты. Енді не істейміз? Қумашы, менің үйімді өртемейді шығар? Өртей ма менің үйімді? Өртейді дейді біреулер. Мәссаған, менің үйімді өртейді дейді ғой. Мыналар өтірік айтып жүрген жоқ па? Білмеймін, короче, үйіме барып көру керек еді. Үйімді өртесін. Не болып жатыр? Мына жақта жол салып қоймай ма? Білейін, бір адам нервысына тиіп кетті ғой, жарайды, короче. Жақта не бар? Короче, сен мына жақта заттар жасап жатырмын, жарайды, нормально, бәрі дұрыс. Үйіме барып көрші. Ё-моё, үйім қалай өртеніп жатыр? Жоқ, үйім өртенбеш, өртенбе. Білейін, заттарымды алып шығуым керек ішінен. Ананы алып шығайын, төсегім керек болады, өртен кетпесін. Шығатын жерді жауып тастады, не істейміз енді? Қашу керек ма мына жақтан? Сындырып қашып кеткен қатыр. Шығып кеттім. Ё-моё, қалай өртеніп кетті? Білейін, бір. Мен көріп те үлгерген жоқпын ғой, үйімнің қалай өртеніп кеткенін айтпесе. Өзім өртеніп кеттім, білейін. Өртенбеші бұры. Мынаны жеп алу керек. Білейін, хп кетіп баратыр. Нервыма тиіп кетті. Жарайды, короче, достар, бүгінгі видео соңына жетті. Арнаға тіркеліп лайк басып, осы видеоға 10 лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Сол кезде мен ауыл өмірі атты летсплейді жалғастыратын боламын. Егер сіздерге осы летсплей ұнап жатса, комментарий мен лайк басып кетейік, және маған идея салып жіберіңіздер, және тіркелейік. Давай!